мен Ая. Әке, маған әке. Әке, маған әке. Әли, не қып тұрсың? Допты ұстасаңшы. Шақ! Қайда? Қандай керемет! Ұшып барад! Хей, Шақ! Бізді көремісің, Шақ! Хей! Ұшақ! Біз мұндамыз, ұшақ! Бізді көре ме екен? Өте биікте ұшып барады. Жолаушылар тасымалдайтын үлкен ұшақ қой. Жолаушылар дейсіз бе? Олар біз сияқты адамдар ма? Иә, балам. Бір қаладан келесі бір қалаға жолаушылап ұшып бара жатқан біз сияқты адамдар. Әке, кәдімгі адамдар? Иә, кәдімгі адамдар. Охо, әке, сіз ұшақпен ұшып көрдіңіз бе? Иә. Иә, балам. Алыс сапарларға барғанда ұшақпен ұшып баратын кездер болады. Керемет, қызық шығар. Ұшақтың ішінде адамдар көп бола ма? Ол ұшақтың көлеміне байланысты. 20-30 адам таситын шағын ұшақтар болады. 300, 500 және одан да көп жолаушыларды тасымалдайтын алып ұшақтар да бар. 500? Одан да көп. Иә. Не қызық, үлкен шығар. Біздің үйден де үлкен бе? Иә. Үйден деймісің? Үлкен. Киіз үйден әлде қайда үлкен. Охо! Әке, бізде сізбен бірге ұшақпен ұшсақ бола ма? Үлкен ұшақпен. Болады. Әрине болады, Аятай. Алақай, ұшағымыз, алақай! Мен ұшақпын! Мен де. Уш, келем! Әли, Ая, бері келіңдер. Маған бір ой келді. Қандай әке? Ұшамыз ба? Ұшамыз міндетті түрде. Ал әзірге мен сендерге қағаздан ұшақ жасауды үйретейін. Ұшақ? Қағаздан? Біз бала кезімізде қағаздан ұшақ жасап, ұшырып ойнайтынбыз. Ол бір қызық еді. Қалай, үйренгілерің келе ме? Әрине әке, үйретіңізші. Жарайды, олай болса жүріңдер. Кеттік. Қызық екен, бұл қандай сонда ұшақ болады? Әли, Ая, ұшақ жасау үшін алдымен мынандай 4 бұрышты қағаздар дайындап алуымыз керек. Мына қағаз саған, ал мынау саған, Әли. Осы қағаздан жасаймыз ба? Қиын шығар? Жоқ, Ая, менің жасағаныма мұқият қарап, қайталап жасап отырсаңдар, түкте қиындығы жоқ. Жарайды әке, дайынмын. Мен де. Ендеше бастайық. Ең алдымен қағаздың мына жағын былай бүктейміз. Қане. Бүктедім. Әке, мен дәл сіздікіндей етіп бүктедім. Мен де әке, осылай дұрыс па? Өте дұрыс, Аятай. Жарайсың. Енді былай 3 бұрыш етіп бүктеңдер. 3 бұрыштаймыз. Бүктедік. Екінші жағында дәл сондай етіп былай бүктеп қайырамыз. Былай. Иә. Қалай? Қайырдық па? Иә. Иә, әке, дәл сіз жасағандай етіп. Менікі дұрыс па әке? Дұрыс. Аятай, дұрыс. Ал енді мына жерім былай. Қайырамыз. Қане жасаймыз? Былай. Мінекей, Сосын мына қанатын мұқият қайырып, былай тегістейміз. Мінекей, Ая, көрдің бе? былай. Міне. Қанаты. Қызық. Енді былай аударамыз да, дәл жаңағыдай етіп, екінші қанатын жасаймыз. Жасадым. Мен де. Жарайсыңдар, ұшақтарың дайын болды. Қалай? Әке, дайын болды дейсіз бе? Әдемі боп шықты. Қызық. Иә, әдемі боп шықты. Жүріңдер, қызық енді болады.
Ал енді әли ая, мына шақтарыңды бар күштеріңмен былай лақтырасыңдар қане. Шпарат. Әке, ұшып барат. Ұшты, әке. Әке, мен де ұшырайын ба? Әрине ұшырыңдар, екеуің де, қане, ұшыр. Алақай, ұшты. Менің ұшағым. Ұшағымыз балықта, балықтаудан жалықпа, аппақ ақша бұлтқа, қонуды да ұмытпа. Ұша берсең талмастан, бізде сенен қалмастан, сиқырыңа таңдана, жарысамыз бар бала. Ұша берсең талмастан, бізде сенен қалмастан, сиқырыңа таңдана, жарысамыз бар бала. Әке, керемет болды. Қағаздан жасалған, бірақ қалай ұшады десеңші. Рахмет, әке, мынау керемет болды. Я, дұрыс айтасың, Алияға. Керемет болды. Ұшақ жасауды үйреніп алдық. Қағаздан ойнауға арналған бұдан да басқа алуан түрлі заттар жасауға болады. Қалай? Мәселен, мына қағаз ұшақ сияқты аспанда ұшатын батпырауық. Батпырауық? Иә, батпырауық. Батпырауық мына қағаз ұшақтан әлде қайда биікке ұшады. Батпырауық. Аты қызық екен. Әке, батпырауық жасау қиын емес пе? Қиын емес. Онда жасайықшы, әке. Я, әке, жасайықшы, сосын ұшырайық. Жарайды, жасайық. Жүріңдер. Кеттік. Батпырауық жасау үшін көлемі үлкендеу қағаз қажет. Жұқа матадан да жасауға болады. Матадан? Иә, матадан. Ал біз қағаздан жасаймыз. Мына кітапта батпырауықтың түрі бар. Әке, мынау керемет қой. Қандай әдемі. Мынау қыран құсқа ұқсайды екен. Иә, ал мынау төрт бұрышты құйрығы қандай ұзын? Иә, ұзын, әп-әдемі. Қалай, жасаймыз ба? Жасайық. Жасайықшы, әке. Ең алдымен мына қағазға батпырауықтың кескінін, яғни пішінін сызып аламыз. Міне, былай. Қызық. Қызық. Сызық бойын қайшымен былай қиямыз. Қараш қандай керемет. Сосын мына таяқшаларды бір-біріне қосып, жіппен былай ортасына байлап. Қосу белгісі болды. Дұрыс, Әли, қосу белгісіне ұқсайды. Бұл таяқшаларды мына қағаздың бетіне қойып, төрт бұрышын мына жіппен былай байлап бекітеміз. Мынау не үшін, әке? Мына суреттегідей, бұны батпырауықтың мына төменгі жағына байлап бекітеміз. Кітаптағы батпырауықтан айнымайды. Мына жіптің ұшын мына жерге байлаймыз. Міне, осымен батпырауығымыз ұшуға дайын. Алақай, батпырауық ұшырамыз. Алақай, батпырауық ұшырамыз. Әли, мына жіпті ұста, айырылып қалма. Жол-жол ойнап бауырым, самға батпырауығым. Жаздың күні жайлауда, сенсің мойын сауығым. Ұқсап ұшқыр қыранға, шыңдасына шығарда, сен күрбөкке самғайыш, айналаңды барлайыш. Ұқсап ұшқыр қыранға, шыңдасына шығарда, сен күрбөкке самғайыш, айналаңды барлайыш.